Ер адамдарға арналған өте маңызды тақырыпқа тоқталмас бұрын бір нәрсені анық түсініп алған дұрыс. Көп адам массажды дұрыс жасамай, керісінше өзіне зиян келтіріп жатады. Яғни, сіз жақсы нәтиже аламын деп ойлап, керісінше жағдайды қиындатып алуыңыз мүмкін. Сондықтан бүгін біз ең маңызды үш негізгі қағиданы қарастырамыз. Егер осы үшеуін дұрыс түсінсеңіз, массаж сізге шынымен пайда әкеледі. Мен сексологиялық бағытта жұмыс істейтін маман ретінде ұзақ жылдар тәжірибеме сүйене отырып, сіздерге нақты, тексерілген ақпарат беруге тырысамын. Сондықтан бұл ақпаратты соңына дейін тыңдау өте маңызды. Бірінші, маңызды нәрсе – дайындық, эрекция жағдайы. Көпшілік ең үлкен қателікті дәл осы жерде жібереді. Егер сіз массажды толық босаңсыған күйде жасайтын болсаңыз, онда оның тиімділігі өте төмен болады. Себебі қан айналымы жеткілікті деңгейде болмайды. Сондықтан массаж бастамас бұрын кем дегенде жеңіл қозу күйі болуы керек, немесе жартылай эрекция болған дұрыс. Бұл қан айналымын белсендетеді және массаждың әсерін бірнеше есе арттырады. Егер мүлде бос күйде күш түсіріп массаж жасасаңыз, нәтиже болмайды. Кей жағдайда керісінше зиян келуі мүмкін. Сондықтан бұл ең бірінші және ең маңызды қағида. Екінші маңызды нәрсе – дұрыс май таңдау. Көп адамдар үйде бар кез келген майды қолдана береді. Зәйтүн майы, күнбағыс майы, кокос майы. Бұлардың белгілі бір деңгейде әсері болуы мүмкін, бірақ ол өте төмен, шамамен 5-10% ғана. Негізі, мұндай массаж үшін арнайы жасалған өнімдерді қолданған дұрыс. Себебі олар қан айналымын күшейтеді, тіндердің қалпына келуін жылдамдатады, жалпы функцияны жақсартады. Бірақ мұнда да абай болу керек. Нарықта сапасыз өнімдер, жалған көшірмелер көп кездеседі. Сондықтан міндетті түрде құрамын тексеру, сенімді жерден алу, нақты осы мақсатқа арналғанына көз жеткізу керек. Дұрыс таңдалған май нәтиженің жартысы. Үшінші маңызды нәрсе – тек бір жерге ғана емес, толық жүйеге әсер ету. Көпшілік массаж дегенде тек бір аймақты ғана ойлайды. Бірақ бұл үлкен қателік. Шын мәнінде бұл аймақ омыртқа жүйесімен жүйке талшықтарымен тығыз байланысты. Сондықтан массаж тек бір нүктеде емес, келесі бағытта жасалуы керек. Бел омыртқасының төменгі бөлігінен бастау, санның ішкі жағына өту, содан кейін ғана негізгі аймаққа көшу. Қаласаңыз, қосымша, жұмсақ түрде басқа сезімтал аймақтарға да әсер етуге болады. Бұл тәсіл қан айналымын толық жақсартады, жүйке жүйесін белсендіреді, нәтижені айтарлықтай күшейтеді. Егер тек бір жерге ғана массаж жасай берсеңіз, айтарлықтай өзгеріс байқалмайды. Келесі бөлікте мен саған дұрыс уақыт, жиі жіберілетін қателіктер және ең маңызды бақылау тәсілдері туралы толық түсіндіріп беремін. Ал енді көп адам елемейтін, бірақ нәтиженің 50%-ын анықтайтын маңызды тақырыпқа өтейік. Төртінші маңызды нәрсе – уақыт пен жағдай. Көпшілік массажды жасап алып, бірден киініп кетеді, немесе бір жаққа асығып шығып кетеді. Міне, дәл осы үлкен қателік. Егер сіз массаж жасағаннан кейін бірден тар киім киіп алсаңыз, немесе қозғалысты көбейтсеңіз, онда майда әсерде дұрыс сіңбейді. Сондықтан ең дұрыс тәсіл массажды кешке, ұйықтар алдында жасау. Одан кейін кең, бос киім кию, ағзаға толық демалуға мүмкіндік беру. Бұл кезде дене босаңсиды, қан айналымы жақсарады және әсері бірнеше есе артады. Қанша уақыт жасау керек? Көп адам ұзақ жасау керек деп ойлайды, бірақ бұл жерде ұзақтық емес, дұрыс техника маңызды. Оптималды уақыт кемінде 1-2 минут. Дәл солай. Егер сіз дұрыс нүктелермен дұрыс бағытта жасасаңыз, осы уақыттың өзі жеткілікті. Бірақ тым қатты қысым жасамаңыз. Қозғалыс жұмсақ әрі бір қалыпты болсын. Майды қалай қолдану керек? Тағы бір жиі кездесетін қателік – массаждан кейін майды сүртіп тастау. Есте сақтаңыз, май теріге сіңуі керек. Оны сүргімен өшіріп тастауға болмайды. Егер сіз массаждан кейін душ қабылдайтын болсаңыз да, бұл үлкен проблема емес. Майдың бір бөлігі бәрібір сіңіп үлгереді. Бірақ ең дұрысы оны қалдыру.
Енді ең маңызды психологиялық факторға өтеміз. Бұл туралы көп адам мүлде ойланбайды. Массаж кезіндегі бақылау. Массаж барысында кейбір адамдарда сексуалдық ойлар пайда болады. Немесе процесс басқа бағытқа кетіп қалады. Міне, осы жерде тоқтай білу өте маңызды. Егер сіз қозу тым күшейіп бара жатқанын байқасаңыз, немесе шарықтау шегіне жақындасаңыз, онда бірден тоқтау керек. Неге? Себебі бұл массаждың мақсаты ләззат алу емес, қалпына келтіру және күшейту. Егер сіз оны басқа бағытқа бұрып жіберсеңіз, әсері төмендейді. Кей жағдайда мүлде жоғалады. Сондықтан тоқтаңыз. Басқа нәрсеге көңіл бөліңіз, кейін қайта жалғастыруға болады. Неге бұл әдіс жұмыс істейді? Көп адам шын мәнінде көмектесе ме деп сұрайды. Жауап: иә, егер дұрыс жасалса. Себебі қан айналымы күшейеді, жүйке жүйесі белсендіріледі, ағза толық ояту режиміне өтеді. Бұл тек бір аймаққа емес, бүкіл ағзаға әсер етеді. Тіпті кейбір адамдарда стресс азаяды, мазасыздық төмендейді. Жалпы энергия артады. Егер қысқаша айтсақ, сізге тек 3 нәрсені есте сақтау керек. Дайындық күйі дұрыс болуы керек. Сапалы өнім қолдану қажет. Дұрыс техникамен толық жүйеге әсер ету маңызды. Осы үшеуін сақтасаңыз, нәтиже міндетті түрде болады.